Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен асқабақтың дәнін қалай кептіреміз және ол асқабақтың дәнінен қандай смузи жасауға болатынын сіздермен бірге бөлісемін. Ең алдымен асқабақты ішіндегі дәнін аламыз. Ол үшін асқабақты теңге екіге бөліп ішіндегі дәнектерін алуға болады. Ал мен бұлай бөліп жатқан себебім, бұл асқабаққа мен тағам пісіремін ішіне. Асқабақтың ішіндегі дәндерін қасықтың көмегімен немесе қолдың көмегімен бөлек тысқа алып аламыз. Асқабақтың дәнін духовкаға 220 градусқа қойып 5-6 минутқа қойып кептіріп аламыз. Дәні кеуіп дайын болды. Дәнінен қоспа дайындауға, смузиға ішуге де болады. Дәнін жеуге де болады. Жүрек ауыратындарға асқабақ дәнін үзбей жеп жүру керек екен. Қанда холестеринді төмендетіп, тромбтың түсуін реттейді. Асқабақтың құрамында мыс, фосфор, темір элементтер болады. Соның әсерінен қан аздықтан құтылуға болады. Достар, асқабақтың дәнін үнемі ішіп жүріңіз. Енді қоспа дайындаймыз. Кепкен асқабақ дәнінің 4 ас қасығын блендерге салып, өткізіп, ұнтақтап аламыз. Бірден су қосып ұнтақтауға болады, немесе осылай құрғақтай ұнтақтауға да болады. Дайын болған ұнтақталған асқабақ дәнін 1 стакан жылы суға салып, жақсылап араластырамыз. Бұл қоспаны таңертең аш қарынға жеу керек. Бұл қоспадан кейін ешқандай тағам жемейміз. Бұл қоспаның ешқандай зияны жоқ. Таңертең аш қарынға бір-ақ рет қолданамыз. Нәтижесі өте керемет. Қолданып көріңіздер. Немесе тағы да кепкен осындай блендерден өткен ұнтақталған асқабақ дәнін алып, үстіне аздап су қойып, қоспамызды дайындаймыз. Сумен араластырып болған соң, үстіне 1 ас қасық бал қосып, тағы да араластырып, оны да таңертең аш қарынға үлкен 1 ас қасықпен, кішкентайларға 1 шай қасықпен беріп отыруға болады. Бұл екінші қоспаның рецепті. Максимум 10 күн пайдаланамыз. Қоспамыз дайын. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.